Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым, қыз-келіншектер. Біз бүгін әдемі мындай дайын піскен гречка мен картоп піскен екеуін араластырып, оған мына жерде тауығымыздың етін жақсылап турап, пиязбен бірге екеуін жақсылап қуырып, жусайымызды қосып, бәрін біріктіріп, әдемі бір масса жасаймыз. Дайын болған массадан мен сіздерге қазір қалай котлет жасау керек екендігін көрсетемін. Барлықтарын араластырамыз жақсылап, сонда бізде мынадай масса пайда болады. Осындай. Мінекейіңіз жақына көрсетейін. Бұның ішінде гречка піскен, блендердан өткізіп езіп жатады, бірақ мен блендердан өткізіп езген жоқпын. Қолмен ғана мына қалай саламыз? Гречканы тура солай, осы қасықпен кішкене езіп, бүйтіп басып кішкене езіп аламыз, болды. Жусайды өзіміз қалауымызша тураймыз, кішірек болса кішірек, үлкенірек болса үлкенірек. Пюре кәдімгі картошканы суға асып аламыз, тұздап, тұзын бәрін дәмін татытқан картошканың пюресі. Гречканы да тұзы салынып, әдемілеп пісірілген гречка. Мысалы, балаларға ертеңгісін гречка таңертең кашаға жасасақ, содан қалғанынан өстіп, бірдемде осындай балаларға котлет жасап жіберсек болады. Осылай гречкадан бәрін жасап массаны дайындап аламыз дағыны. Сосын ұнға аунатып, қазір мен көрсетемін. Мінекейіңіз, осылай ақырындап аламыз. Мінекей, былай алып аламыз дағыны. Сосын қалауымызша ұнға аунатамыз екі жағын. Панировочный сухари деп жатады, бірақ та бұл өзі дәмді болады. Осы ұнмен ақ әдемілеп, тезірек екі жаны қызарып піскенге дейін ғана салатын болғандықтан, бір қатты бір шылап керек емес ұнға. Сәл-сәл ғана көлемін өздеріңіз білесіздер. Балаларға ыңғайлы, қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес, осылай жасағандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Енді ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша осындай котлет жасаймыз. Балалар өте сүйіп жейді бұны. Деп бірнеше осындай котлетімізді жасаймыз. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай, осындай котлеттің формаларын жасап аламыз. Қызып тұрған майға кішкене ғана май құямыз дағы. Екі жанын қызартып, тез ғана қуырып аламыз. Мінекей, осылай қызартып, әдемі қып пісіріп аламыз. Сонымен біздің гречкадан жасалған котлетіміз дайын болды. Осындай әп-әдемі, дәмді, өте дәмді котлет шығады. Балалар өте сүйіп жейді. Қатты майлы болмайды. Өйткені астына төсеген салфетканы көріп тұрсыздар. Сондай бір қатты майы шықпайды. Майлы да болмайды. Жай екі жағын қарып, әдемілеп осылай пісіріп аласыздар. Астарыңыз дәмді болсын.